Абай жолын оқи алдыңыздар ма? Иә. До конца емес. Жоқ, қысқаша мазмұнын шамамен. Иә. Мен бірінші тарауын не қылдым да. Мен де бірінші томын қалай қарап шықтым. Жақсы. Мен де. Қызық екен. Бірінші, екінші том кішкене қиындау болуы мүмкін, ары қарай негізі оңай. Иә. Маған тоғжан туралы айтқан жерлер ұнады көбінесе. Жақсы. Абай жолының негізі бастай берейік, иә? Абай жолын оқығаннан кейін Бенджамин Матип неткен қазақ неткен ғажайып халық деп айтқан. Ал Константин Федин болса, Абай жолын оқығаннан кейін өзімнің қалай қазақ болғанымды білмей қалдым деп айтады. Мынаны қазір соны өзінің білмей қалған деп төлеу сөз қылып айтып беріп тұр бізге. Жарай ма? Абай романының бірінші кітабы. Қараңыздар. Алғашында ол Абай жолы емес, Абай роман деп беріледі. Байқадыңыздар ма? Яғни тырнақшамен. Бірінші ол Абай болып жазылады, Абай жолы болмайды. Абай романының бірінші кітабы 1942-де, екінші кітабы 1947-де. Яғни 1, 2. Жарай ма? 47-де жарыққа шығады. Абай романы Абай жолы емес. Абай романы 1949 жылы дилогия болады, яғни 2 кітап қой, бір 2 дедік қой. Соған КСРО мемлекеттік сыйлығы беріледі. Жарай ма? Абайға әлі, Абай жолына емес. Сөйтіп, ал Абай жолы романның бірінші кітабы болса, 52-де, екінші кітап болса, 56-да. Сөйтіп, 2 кітап қосылып, ол тетралогияға айналады, яғни 4 кітапқа айналады. Қосылып. Сөйтіп, Абай жолы деген өздері тұтасқан 4 том пайда болып, ол Абай 49-да сыйлық алатын болса, Абай жолы 59-да 4 кітап болып Лениндік сыйлыққа ие болады. Жарай ма? Бөлімдердің атауы көп негізінде, бірақ оңайы ол көбінесе жат септігінде келеді. Қайтқанда, қатқабатта, шытырманда, белесте және жұт деген бір тарауы бар, енді оны көп сұрай бермейтін шығар. Ғабит Мүсірепов бұл үздіксіз өсіп келе жатқан Абай жолы. Сонымен жоғарыдан төмен оқитын болсаң, алдайлап келе жатқан Құнанбай жолы. Бұл былай. Яғни Абай барған сайын өсіп бара жатады, Құнанбай барған сайын шөгеді, өседі, төмендейді деген сөз. Сөйтіп, 49 жылы КСРО мемлекеттік сыйлығын алған қайсысы еді? Абай. Негізі Абай, иә? Абай жолы деп берген бұл жерде. Жақсы. Үлкен көлемді прозалық шығармасы болса, үлкен көлемді деп берген, демек ол? Қилы заман. Қилы заман. Себебі ол? Роман, иә? Роман. Қай жылғы оқиға байланысты? 16 оқиға байланысты. Абай жолы романының эпопеясы қанша кітаптан тұрады? 4. Абай жолы эпопеясының тараулары? Және қайтқанда. Егес. Басқаларыныкін айтып көрейікші, кілт. Қай поэманікі еді? Кілт бұл менікі. Шаштікі бұл. Менікі. Сір, жоқ. Құлагер. Қателеспесем. Оқжетпес Көкшетау. Атайдау Құлагер. Тау суреті? Жетісу суреттері. Жетісу суреттері. Егес? Егес неде? Бұл да құлагерде. Құлагер ғой? Құлагер. Енді бас кейіпкері Абай. Жалпы Абай жолы жарты ғасырлық уақытты қамтып жатыр. Себебі Абай жолы Абайдың өміріне арналған ғой. Ал Абай шамамен дөңгелектеп алатын болса, жарты ғасыр өмір сүргендіктен Абай жолында жарты ғасырлық қазақ тарихын қамтиды деген сөз. Дұрыс қой? Романның бірінші кітабы 3 жылдық оқудан қайтып келе жатқан, яғни бұл қайтқанда тарауына байланысты. 3 күндік жолдың 3-ші күні деген міне. 3 жыл 10 жасында оны Семейге жібереді. Ол Ғабдул Жаппарды оқиды. Одан кейін қайда оқитын еді? Ғалия да оқымайды ғой. Ахмет Риза. Ахмет Ризада оқиды.
иә, одан кейін приходская школада оқиды 3 ай. орыс мектебі. Сөйтіп соларды оқып жатқан кезде жасы 13-ке келген кезде елге қайтарып алып келеді. Иә? Сөйтіп болып қайтады. Әрі қарай Абайдың кіршіксіз уыз ұғымы алғаш рет әкесінің өктемдігіне құрбан болған Қодар мен Қамқа өлімінен кейін аударылып түседі дейді. Қодар мен Қамқа өлімі деген жалпы жағдайды білесіздер ғой, иә? Оқыдыңыздар ғой, егер қайтқандан оқыдыңыздар. Қайнатасымен келді. Қайнатасымен келді. Құнанбай фильмін көріп пе едіңіздер? Иә, көрдім. Негізі Қодар мен Қамқа өмірде қосылған негізінде. Ал Абай жолында оны қосылмағандай қылып көрсетеді шығармада. Құнанбай көз жеткізбесе де қаталдыққа салынып, солай жауыздықпен, қатыгездікпен өлтіртетіндей көрсетеді әуезов. Сол үшін Абай шок болады. Культурный шок деген бар ғой. Ондай көрмеген бала, иттің өлімін көрмеген бала ғой енді. Иә. Ана жаққа барады да адамдарды көзінше, өзінің туысқандары және де. Ал Құнанбай фильмін көретін болсаңыздар, ол екеуі шынымен де қосылғандығы бар. Құнанбайға қатысты әке мен баланың арасында бірінші жік пайда болды. Құнанбайға деген негатив. Бірінші. Екіншіден, сырқаттан төсек тартып қалады Абай осы жағдайдан кейін. Қатты депрессияға түседі. Жиренше алып барады ғой. Қодар мен Қамқа. Жиреншеге ұрсатыны бар, Ұлжанның мамасына. Неге апардың, кішкентай бала емес пе әлі ол. Сөйтіп, ескі заңда андай бір заң емес енді, ол бір салт дәстүр бар екен қазақта. Екі ру, екі бөлек адамдар бір-бірімен жақындай түсу үшін бір-бірінің баласын ауыстыратын болған, асырап алатын болған. Яғни мен сенің балаңды, сен менің баламды тәрбиелейсің, сөйтіп екеуміз бір-біріміздің баламызды тәрбиелеп отырып туысқан боламыз, яғни жауласпаймыз деген идея ғой бұл жерде. Бөжектермен ба сонымен? Иә, бөжеймен. Бөжейге сөйтіп, оның Кәмшат деген қарындасын береді. Ал ол Кәмшатқа дұрыс қарамай қояды, сөйтіп ол өліп қалады. Қайтыс болады. Абай кінәні кімнен көреді тағы да? Құнанбайдан. Құнанбайдан көреді. Сен соған жағдай жасап беріп отырсың ғой дейді ғой. Иә, бердің ғой. Бердің ғой дейді. Кәмшат болады. Екінші жағдай. Үшінші жағдай, ал енді Тоғжанды жақсы көрдің ба десе, жоқ, оған үйленбейсің дейді. Ділдәға үйленесің. Тағы. Осының барлығы Абай мен әке арасында, жаңа мен ескі арасындағы күреске жетелей береді. Құнанбай болса Абайды өзіне ізбасар дайындық ниетпен әр іске салып ұру бастарға жұмсап береді. Мен айтып едім ғой, бұл жерде бұл практикалық білім береді Құнанбай деп. Иә? Қараңыздар, шай ғана мысал үшін саясаттану факультетінде оқу бар, экономика факультетінде оқу бар Казгуда, және соны өз көзіңмен істеу бар. Яғни кіммен қалай сөйлесу керек, кім нені айтып отыр, нені қалай айтып отыр, нені қалай айтпай отыр, соның барлығын Құнанбайдың ол мықтылығы негізінде Абайға практикалық жүзінде үйреткісі келеді. Ру аралық жанжалдар, таластар, олардың өршіп басқынып барып ұласқан жері Тоқмамбеттегі, Мұсақұлдағы қарулы қақтығыстар Абайдың өзі өмір сүріп жатқан ортаның әлеуметтік көзқарасын қалыптастырады. Бірінші кітапта Абай осылайша азамат ретінде қалыптасады. Себебі бір адам болып, кішкене адамдармен, басқалармен араласып, ел ішіне келген кезі ол. Азамат. Ал екінші кітапта ол азамат плюс к этому ол уже ақын бола бастайды. Абайдың ең бірінші ақындығы Құлыншаққа барған кезде көрінеді. Екінші кітапта сонда өнер адамы азамат ақын ретінде көрінеді. Өз халқының төл әдебиетімен қатар орыс әдебиетімен сусындады, приходская школаға барып. Дұрыс па? Қайраткер ретінде өсу одан әрі жалғасады. Өз замандағы келеңсіздікті, өз ортасындағы әділетсіздікті, кер тартпа тоң мойындықты сынай бастайды енді ақын болғаннан кейін, азаматтық пікір қалыптасқаннан кейін. Солай ғой. Ал соңғы екі кітапта ол тек қана қазақтың емес, осыған дейін ол өз ортасындағы әділетсіздікті сынайтын деп айттық қой. Ал соңғы кітапта ол өз ортасынан шығады да жалпы қазаққа сөз айта бастайды. Күллі шығысқа ортақ келеңсіздіктермен күресу жолына шығады. Төртінші кітаптың аяғында Абай дүниеден кетеді. Бірақ екінші кітаптың соңындағы образ символға айналған Абай кемесі сапары тоқтар емес. Абай кемесі деген бұл енді символика ғой. Абай және Абай қалдырып кеткен шәкірт мұра. Шәкірт мұра енді екеуі бір нәрсе ғой себебі. Шәкірттер арқылы мұрасы жетеді, ашылады, тәпсірленеді.
деген секілді абай алып келген жаңа өмір жалпы, абай алып келген ой, түсінік деген сөз бұл. Кең жайқын әлемде түзу жол сызып маңып барады. Қараңыз, Әуезовтің негізі бұл әдебиетші деген сезімтал адам ғой, мысалы. Сезімтал дегенде кез келген нәрсені, мысалы, көп нәрсе байқаймыз, мысалы, түзу жол дейді. Қисық жол демейді, түзу жол дейді. Себебі абайдың кемесі ол қалай қисық жол сызады деген сияқты ғой. Әуезов қалай осыны подтекст жеткізе алған. Жалауда тартыс, қараңыздар. Жалауында кеме болғасын онда жалау болады. Екі түрлі жалау бар дейді. Талас, тартыс және жалауында тартыс және үміт деген ұран бар. Мұн жағынан тартысып жатырмыз, болашақта жақсы болады деген үміт бар. Халық үмітін арқалаған сол кеме келешек деген жаға қарай тартты. Құнанбай, бұл эпикалық кейіпкер. Эпикалық кейіпкер дегеніміз толысқан кейіпкер деген сөз. Жан жақты толысқан, жан жақты сипатталған. Сонша аруақты, сонша бір кесек образ. Азулы ғана емес, ақылды шоқпармен сойылдың ғана емес, әрден ойлайтын ойдың адамы. Құнанбай мықты болмаса, абай тәрбиелей алмайтын еді ғой. Көкірек сара, көреген, ашу мен қайратын қатар ұстайтын, қаталдығы мен қайсарлығы бар қасар мажан. Әуезов бұл туралы Құнанбай образы идеялық жағынан алып қарағанда сол дәуірде қазақ баласына, қараңыздар, бұл өте маңызды. Идеялық жағынан алып қараған кезде дейді, яғни шын өмірде ол ондай болған жоқ дейді. Бұл дәуірде қазақ даласына орыс мәдениеті арқылы еніп жатқан келешегі зор жаңаның жолындағы преграда, кедергі. Ол ескіні көрсету нәтижесінде туған деп көрсетеді. Яғни Құнанбайды кішкене жағымсыздау образ ретінде көрсетеді, себебі цензура болды ол кезде. Ескіліктің адамы ғой ол, енді діншіл, қажылыққа барады, бай, ал ондайды ұнатпайды қоғам ол кездегі. Сол үшін Құнанбайды абайдың фонында нашар қылып көрсетеді. Жарай ма? Себебі орыстардың дүниесін бір ұнатпайтындай қылып көрсетеді. Абай керісінше болады. Манаға Мүсіреповтің біреу көтеріліп жатқан кезде екіншісі түседі деген осы ғой. Құнанбай туралы поляк ғалымы Янушкевич былай дейді: жаратылысынан ақыл дарыған, зерек қара сөзге шешен, ойлы тыңғылықты кісі, халқының қамын ойлайтын, қыр елін әдет ғұрып заңына, шариғат жолына жүйрік, орыс елінің қазақтар жөніндегі заң ережелерін де жақсы біледі. Параға сатылмайтын әділ би. Үлгілі мұсылман қарадан шыққан Құнанбайды жұрт пайғамбардай көреді. Оған алыс ауылдардан ақыл кеңес сұрап, үлкеннің кішінің бәрі келіп жатады дейді. Абай жолы роман эпопеясында ескі дәстүрдің қырағы қорғаушысы кім? Құнанбай. Абай жолы эпопеясында абай зұлымдықтан шошып, ауруына себеп болатын жағдай? Қодар мен Қамқан. Ит жемеге тасталған абайдың қарындасы? Кәмшат. Салтанат деген кім еді? Салтанат. Оны бір құтқарып алған бір бай көпестің қызы болатын ғой. Жақсы. Түрмеге түскен кезде. Жоқ, түрме ме, қалай? Дұрыс айтасыз. Бөжей, байдалы, байсал, сүйіндік, құлыншақ, бұл әр рудың басы, әр ауылдың ақсақалдары мен қарасақалдары. Ызғұтты, Тәкежан, Жиренше, Майбасар болса, бұл Құнанбайдың жағындағы адамдар. Құнанбайдың жақтастары, абайдың ауылдастары демек. Оразбай, Шұбар, Әзімбайлары болса, Құнанбай секілді басқа да елдің ел билеушілері. Бірақ олар абайдың қарсыластары. Құнанбай секілді болғандықтан олар жаңаның ата дұшпандары болып есептеледі. Дұрыс қой? Бұл жерде ерекше екі образ бар, Дәркембай және Базаралы. Бұл қарапайым халық немесе кедей күрескерлер. Дәркембай деген кедей, көп өмір сүйіндік пен сүгірдің малын бағумен өтеді. Сөйтіп, алғаш рет ол шығармада Құнанбай атайын деп жатқан, мылтықпен атайын деп, өлтірейін деп жатқан жерінен көрінеді. Ол пиғылынан оны бөжей алып қалады, тоқтатады. Ал келесі бір жолы Құнанбай қажылыққа кетпес бұрын бүкіл, енді қажылық деген ол кезде ұзақ жол ғой. Аман келе ме, келмей ме белгісіз, қазіргідей Дубай Эмирейтспен ұшақ қоятындай дүние емес, түйемен, атпен жылдап жетеді ғой қысқасы. Елдегі барлық қарызын өтеп кету керек. Жалпы негіз қажылыққа баратқан кезде солай ғой, мына жағыңды тазалап кету керек. Құдайдың алдына баратсың деген дүние ғой. Енді сондай бір істер істейді Құнанбай, бірақ барын ал енді кетіп баратын деген Дәркембайды тоқтатады. Жоқ дейді, сенің
бір қарызың бар өтелмеген. Ол не қарызы ол десе, сен есіңде ме, Қодар мен Қамқаны өлтіріп едің ғой, содан қалған жетім бар дейді. Оның аты Дәрмен. Сен сол жетімнің құнын өте дейді. Ақыры Тәкежан сынды көкжалдарға қарсылық көрсете бастайды. Мұның бәрі табанды күрес адам екендігін көрсетеді Дәркембай. Базаралы да дәл секілді, ол бірақ жастау, Дәркембай үлкендеу адам ретінде сипатталады. Батыр тұлғалы, әрі байсал, әрі маңғаз, кедейлер тобының өкілі. Жуандар мен күресті жаңа сипатты, жойқын әрекеттермен көрсетуші. Мен дейді Базаралы, Құнанбай баласы да өзіміздің біз секілді, оның да бала екендігін, олардың да біз секілді адам екендігін. Даже керек болса, олардың тіпті онан әрі батыл бекем ұра беретін болсаң, оларға қарсыласа беретін болсаң, тікейіп тұра алмай олардың омақаса жығылып өлуге де бар, олар да біз секілді адам екендігін өздеріне де өзіме де дәлелдедім дейді Базаралы. Ербол, Абайдың досы, Тоғжанға осы Ерболмен баратын еді. Барып жүрген сол. Әмір, бұл Абайдың ағасы Құдайберді, балалардың ішіндегі серісі, әншісі, өнерлі жас дейді. Бұл Әмір Шәкәрімнің бейнесі ретінде бергісі келді ма, Әуезов деп ойлаймын осыны. Құдайберді деген Шәкәрім Құдайберді дейді қой енді, түсініп тұрған шығарсыз. Шәкәрім деп айтты ғой біреуді, осы ма? Әмір бейнесі ретінде беріледі ау, қателеспесем. Әмір мен Дәрменге бөледі деп білемін мен, қателеспесем. Әмірге жартысын, Дәрменге, себебі Шәкәрім енді ол халық жауы ғой, оны жарылауға болмайды ғой, Шәкәрім деп айтуға болмайды ғой. Әуезов сұлу әйелдер галереясын жасаған қаламгер ретінде белгілі бізге. Ең идеальный әже біз үшін Зерек. Тап-таза иманнан құйылғандай мейірімді әже дейді. Олжан болатын болса, ең мықты ана. Салқынқанды, сарабдал, ақыл иесі, аналар үлгісі. Тоғжан болатын болса, қолы жетпес ғашық. Сүйіндіктің сұлу қызы, Абайдың қолы жетпеген ғашығы. Қолы жетпес махаббат таңының үлгісі. Әйгерім болса, Абайдан кейінгі қосылған сүйген жары. Әйгерімді ол жақсы көріп үйленеді. Өзі әнші болады. Жалын құрайды, кейін бірақ ел арасында оның әншілігі таниды. Жас жігіттің нақ сүйер, сұлу жардың үлгісі бұл. Енді Әйгерімнің Абайды қызғанатын тұсы бар ғой. Оқып едіңіздер сол жерін? Қазір қыз балдарға біраз әңгіме айтамыз Айбол. Ділдә деген кісі бар. Абайдың әке бұйрығымен қосылған бәйбішесі ол. Ділдәні азаматпайды, ол бәйбішесі бірақ, яғни бірінші үйленген. Әйгерім Тоқал деген сөз ғой. Негізі Тоқалдан туған деген дүние бар ғой. Абай да Тоқалдан туған. Шоқан да Тоқалдан туған, егер олай деп айтатын болса. Керімбала Үмітей. Бұл әр ауылдың өнері мен сұлулығы жарысқан ару қыздар. Енді Абай жолындағы Абайға әсер еткен өнерлі қонақтарды деп үш кісіні айтады. Барлас Байкөкше және Біржан-сал. Барлас Байкөкшені бөлек айтады, себебі анау Қодар мен Қамқаның оқиғасынан кейін ауырып қалады ғой. Сол кезде келіп Абайдың көңілін. Ақын қонақтар. Сөйтіп Абай қатты риза болып оған тағы қалсыншы деп анасына өтініш жасайды, анасы тағы қалдырады, оларды қонақ етіп кетіп бара жатқан кезде жақсылап сыйлап жібереді. Күн көрмей, бұл кездегі Абай бейнесі күн көрмей өскен реңі солғын, бойшаң ғана өсімдік бейнелес деп суреттеледі. Себебі ауырып тұрды ғой. Ауылына келіп көптеген жыр дастандар жырлап берген ақын қонақтар осылар. Ал Біржан-сал бұл Абай жолында айтылатын әнші ақын деп сұралады. Ол міндетті түрде келіп жүрген сұрақ. Және Абайдың ол мен көрдім ұзын қайың құлағанын, мен көрдім ұзын қайың құлағанын деген әніне, сөзіне, өлеңіне ән жазады. Абайдың ақын азамат болып қалыптасқан тұсында ауылына келеді, ақынмен қоса ақын жанындағы жас өнерпаздарға тамаша өнер серпілісін сыйлаған ақын сазгер. Жақсы ма? Абай жолы романдағы барлық қыр-сырымен жасалған халық өкілдері, екі халық өкілі бар, Дәркембай және Базаралы. Байдалы ол басшы еді. Дұрыс па? Тәкежан басшы, Әзімбай басшы, мыналардың барлығы жоғары тап өкілдер. Жаңаның ата дұшпандары кімдер еді? Байлар еді ғой. Ораз, Әзімбай, Құнанбай және Шұбар. Абай жолы романында кездесетін әйелдер.
Ұлжан? Тоғжан. Тоғжан. Әйгерім. 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 Тоғжан. Тоғжан. Иә. Белгіледім ғой Тоғжанды. Енді құлыншаққа жұмсайды. Бұл сапарында Абайдың ақындық ұшқыны ең бірінші көрінетін жері осы. Құлыншақ ақ берді деген Құдай бақ берді деп ащы мысқыл айтады. Сол кезде бақ берген немене борсықтан алған аз жерді менікілеп тап берді деп Абай іле кетеді. Осы кезде Абайдың бойынан ең алғашқы ақындық көрінеді дейді. Жарай ма? Сүйіндік. Енді Сүйіндікке бару оның өмірінде үлкен рөл атқарады, себебі Сүйіндік ауылы Түйеөркеш деген жерде отырады. Жерде отырады деген сол маңды мекен етіп жатыр деген сөз. Сөйтіп сол жаққа барса бір қыз қызмет етеді. Сөйтсе ол Сүйіндіктің қызы Тоғжан болады. Абай оны бір көргеннен ұнатады. Әуезовтің сипаттауын қара. Жалпы Әуезовтің енді сипаттауы. Таң әлі атпаса да ақын жаны сол Сүйіндіктің үйінде қонады, ол айтпақшы. Иә. Қонақ болды. Кеш болып кетеді да, сөйтпен ол кезде бір ауыл мен екі ауылдың арасы әжептәуір жүр ғой. Таң әлі атпаса да ақын жаны өзгеше бір таңды сезеді, қарасаңшы. Өзгеше бір таңды сезеді. Күйік те, үміт те, қуаныш та. Қараңыз, бірыңғай мүшелерді қалай қараңыз. Азап та бар, жүрек таңы дейді. Метафораны қараңыз. Жүрек таңы деген бола алмайды ғой негізінде. Метафора. Осылайша ол Тоғжанды осы жерден көріп ұнатады. Байдалыға жұмсауы. Жер шаруасымен әке сәлемін жеткізеді. Байдалы бойындағы өзгеріс, халық ашуы. Қараңыз, осы жердегі Әуезов сипаттауын тағы да қараңыз. Жігітектің сәлемі деп жолдаған сәлемі Абайға қатты әсер етеді. Жаңағы Байдаланың ашулы сөздерінің тұсында Абай көзі қазанға түсіп кетеді. Қоюланып бара жатқан ыстық құрттың қайнаған көріп пе едіңіздер? Сары болып қайнайды ғой. Қайнаған құрт батыста. Көрген жоқсыздар ма? Жоқ. Руза қайда? Руза Атырауда қайнатпай ма не құртты? Көрмеген. Қайнаған құрт. Кәдімгі сүзбе бар ғой, ақ құрт жасайтын. Иә, білемін ғой. Соны саласыздар да, көріңіздер бір. Үстіне қант қосып қайнатсаңыздар, анау ірімшік секілді сары болады да, тәттіге айналады. Не секілді? Жем секілді бір. Иә, бар ондай. Сол қайнап жатқан кезде анау әр жеріне пырт деп андай нелер шығады. Және ол бір уақытта емес, көбіктер әр түрлі жерінен қай жерге қызып бара жатты, сол жерге қарай. Соны адамның ашуымен Әуезов салыстырады ғой. Параллелизмді қарасаңызшы. Бұл жалпы адам солай ғой, бір нәрсе ойлап тұрса, мысалы сіз бір адам жайлы ойлап тұрсаңыз, алдыңыздан құш өтіп өтсе, ана адам кетіп қалған шығар деп ойлайсыз ғой. Mesela ана Мақатаевта бар ғой, бір жұлдыз сөнсе бір адам бірге өледі. Сенбесең сенбе, осыған әйтеуір мен сенейін дейді ғой. Негізі жұлдыз бен адамның арасында қатты бір байланыс жоқ шығар енді. Діни жағын білмеймін. Бірақ адам бір нәрсе ойласа, соған қарай байланыстыра береді. Түсіндіңіз ба? Анау не бар ғой? Әсіресе қыз балдар. Любит, не любит деп ромашка тартады ғой. Екеуінің арасында түк байланыс жоқ қой на самом деле. Дұрыс па? Просто адам соны ойлайды, соған қарай ұқсатып алады, байланыстырып алады бір нәрсе қылып. Сол секілді. Абай Байдалының ашуы жайлы ойланып тұрады да, сол кезде құрттың қайнап жатқаны екеуі бір-біріне ұқсап кетеді. Жаңағы Байдалының ашулы сөздерінің тұсында Абай көзі қазанға түсіп кетеді. Қоюланып бара жатқан ыстық құрттың ортасы кей кезде көпіршік атып сақылдап қайнайды. Сол көрініс тап Байдалы ашуындай. Қайнау жеткен, қызуы жеткен құрттай. Бар жер емес, қазан беті әр тұстан бұрқ етеді. Бар жер емес деген сөз былай ашуланып сөйлеп тұрған жоқ, түгелдей. Бірақ кейде ашуы қосылып кетеді сөз кезінде. Ол дағы осы елдегі әр жерден шаң беріп жатқан құлыншақ, Сүйіндік, бөжейлердің ашуы сияқты. Адам соны ойлап жүр, оған солай болып көрінеді мәселе. Байдалы сәлемнен кейін Абай тағы да мынадай сәлем жеткізуді тапсырады. Әр рудың ақсақалдары жиналған бір жиында ел ішіндегі мырза, шешен, жақсы кім деген сұраққа Қаратай бәріне Құнанбай деп жауап береді. Енді осыған орай бәрі сұрайды, онда не үшін онымен алысып жүрміз дейді Байсал. Сол кезде Қаратай мындай жауап береді. Жалғыз ақ не қылайын жоқ қой, сондықтан кетіп жүрген жоқ па дейді. Абай әкесіне осы сәлемді жеткізгенде естіген жауабы: мен өмірде ұстаған нәрсемді берік ұстанам, жақсылық адамның айнымас табандылығында деп білем. Қараңыз, табандылық, яғни тұрақтылық деген сөз. Бір нәрсе бастадың ба, соңына дейін бар. Бұл бізге тікелей қатысты. Бір 2 айдай уақыт қалып
психикалық шаршау басталды бәріңізде, менде де солай. Болса болсын, болмаса қойшы осыны деген дүние бар іште жатқан, оянып келе жатып, бәлкім біреуіңізде оянып қойды. Осындай кезде ең жақсысы сол нәрсеге мән бермей, ары қарай осыған дейін не істедіңіз, соны қайталай беру. Мысалы, тренировкаға баратын спортсмендер күнде бір керемет құлшыныспен барады деп ойлайсыз ба? Жоқ. Ол сол анау ішкі жаман негативі кетіп қалғанша ары қарай жалғастыра береді, шабыт жұмыстың үстінде келеді де жай ғана. Түсініңіздер ме? Соның түбінен мін шығатын кезі де болады дейді Құнанбай. Абай жолында 5 қасқа деп аталатын 5 ұлы бар. Құлыншақ. Мен оны былай жаттаймын. Құлын, құлын 5 әріптен тұрады. Және Абайдың ең алғашқы өлең шығарып бастаған кезі, яғни құлын кезі, құлын ақындығы әлі құлын кезі құлыншақпен жолыққанда шығады деп. Бала кезінде деген сөз ғой. Ақындығы ұшқынның алғаш жолыққан кезі сонда құлыншақ. Құлыншақтың алдына барған. Абай жолы эпопеясының Құнанбай жақсы мырза шешен адам деп айтқан. Абай жолында ерекше шабытпен суреттелген эпизодтардың бірі бөжей асы дейді. Ас беру деген жалпы не екенін білесіздер? Садақа ғой негізінде. Негізінде ол садақа. Мұқтаж адамдарға тамақ беру, соның сауабын бағыштау деген дүние, оның қазір кішкене форматы ауысып кеткен болуы мүмкін. Қараңыздар, әуезов қалай сипаттайды. Табақ тартуға өңшең жорға аттарды сайлап дейді. Табақ тартуға, ойлаңыз, соншалықты киіз үй көп, қазан ошақ пен киіз үйлердің арасының соншалықты алыстығы адамды, Тука айтады ғой, етті атпен тасып жүр дейді ғой. Тыңдап бердіңіздер? Единственный салсері менмін, көріп қалыңдар дейді ғой. Сонда етті атпен тасып жүр. Аттар таксовать етіп жүрді, үлгере алмайды ғой дейді. Барлы ат күміс ер-тоқыммен ерттелген дейді. Құдды кафеге кірсеңіз барлық даяшылар бірдей киініп алады ғой, униформа. Сол секілді. Күтуші жігіттер қазақта негізі жігіттер қызмет етеді. Жігіттер бөлек, қыздар бөлек отырады негізі қонақтықта. Солай болған. Бастарына тегіс жібек орамал байлаған. Шаш түспес үшін, бір жағынан көргенде соның қызметші жігіт екендігін түсіне қою үшін адам. Дұрыс қой. Ас ошағымен екі арада бұлар қос табақтап алып, қатар ызғытып жөнелгенде өлке бойы жайнап кеткендей болады. Бұл маған нені елестетті? Той басталған кезде деп құрманғазы басталып, официанттар екі қолын екі табақ салып, араны бір айналып өтеді ғой. Тап сол ғой. Сол кезде болған ғой, қазақ сол кезде мақтаншақ болған ғой, ойлаңызшы. Бөжей асындағы Абайдың әрекеті Абай атағын жан-жаққа жайған. Оның өсіп халық адам болып келе жатқандығының көрінісі дейді. Сонда Абайдың атағы халыққа жайылған кезі осы бөжей асы. Бөжей асында Абайға көмекші болған адам Ызғұтты. Абай ісіне риза болып бата берген болса, Байсал. Ғабит Мүсірепов Абай романы туралы сыни мақала жазады. Әуезовтің өзі де 1958 жылы Ресо Омаровқа жазған хатында мақаланы сол өзіне қатысты жазған мақаланы жоғары бағалайды. Осы сын мақаласында бүкіл негізгі образдарға ол баға береді. Сүйіндік жалтақ, Байдалы табанды қырыс адам. Бөжей сыр бермейді. Қаратай болса кім жеңіп бара жатыр, сол жақта. Майбасар, Тәкежан, Жұмағұл, Қасымбайлар болса патша үкіметтің жасаған болыстығының маңында болатын мансап қорлар. Зере ел анасы. Олжан болса сол зеренің жалғасы, ізін басар. Сарапан болса үстем рудың қисына келсе, қарсы да айтатын кеуделесі. Абай жолы романында табанды қырыс адам кім? Байдалы. Осы сұрақ көп келеді базада. Абай жолы жайлы көп келеді. Абай роман туралы сыни мақала жазған? Ғабит Мүсірепов. Абай жолы романында Абайға бата берген? Байсал. Енді қазақтың ең бірінші қойылған, сахналанған пьесасы ол Еңлік кебек. Сегіз қанат үйінде ма? Сегіз қанат үйінде, өте жақсы. Сол Еңлік кебекті жазған Мұхтар Әуезов. Дұрыс қой. Оны поэма қылып жазған Шәкәрім Құдайбердиев те, ал оны пьеса қылып жазып шыққан Мұхтар Әуезов. Сол үшін Сәбит Мұқанов драматургия қазақ әдебиетінен негізінен Әуезов тудырған жанр деп айтады.
Әуезов орыс, жалпы Мұхтар Әуезовте 40 драмалық шығарма бар. Драмалық шығарма деген сөз эпикалық емес, лирикалық емес, сахнаға қоюға арналған драмалық шығарма деген сөз. Оның 40-ы пьеса, аударма, ал осы жанрда 32-сін өзі жазады. Ескі ауылға келісімге келмес күндестік. Енді кім күндес болады? Бәйбіше мен Тоқал күндес болады. 18-ші жылы. Сырым мен Қарагөздің трагедиялық махаббаты. Қарагөзде Нарша бар тағы. Қара түнде қасірет ортасында жалғыз шырақ жарығым майдандағы маңдайдағы жалғызым торға түскен ақ тұқтым келші күнім дейді Сырым. Бұлардан бөлек Айман Шолпан түнгі сарын. Байқасаңыздар екеуі бір жылы жазылған. Және Айман Шолпан жыр бар еді ғой, лири эпостық. Соның пьесасын жазған деген сөз. Түнгі сарын және Абай. Абайға қатысты қандай шығарма жазды десін болсақ, Абай жолы роман эпопеясын жазды және Абай пьесын жазды. Енді автордың сұрақ құрастырушының сол сәттегі фантазиясына, қиялына байланысты. Мысалы үшін, Абайға қатысты қандай шығарма жазды деп, тек қана шығарманың түрлерін беріп қою мүмкін. Мысалы, әңгіме, өлең, поэма деп. Сол кезде біз роман эпопея деп Абай жолын меңзейміз, және Абай деп пьесаны меңзейміз. Қара қыпшақ қобыланды және тағы басқа пьесалар жарық көрді. Еңлік кебек пьесасы оқиғасын білесіздер ғой? Білесіздер. 1917 жылы Ералы жазығындағы ойғұдық жайлауында Абайдың жары 8 әйгерімнің 8 қанат үйінде өзі режиссер болады, өзі сценарист болады, өзі суфлер болып, Қос отау сахнасында қояды. Қос отау деген сөз екі үй ғой енді. Мына үйде сахна болады да, мына үйде актерлар демалады, киім киеді, тынығады дегендей ғой. Дайындалады дегендей. Сол үшін қос отау. Қазақ мәдениетіндегі театр өнері, драматургия жанры пайда болды осылай. Пьесадағы ең басты оқиғалар бір-біріне жауыққан екі ру. Дұрыс қой. Екеуі де еңлікті де кебекті де өлтіреміз деп шешеді. Екі ғашықтың өліммен аяқталады және екеуі өлгеннен кейін кебектің баласы тау шатқалында қалып қояды, Кеңгірбай би алып кеткенше. Дұрыс қой. Еңлік кебек драмасындағы шындық шымылдығы абыз зары мен абыз бұл жерде Асан Қайғы. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер, аяқ жоқ, қол жоқ, жылан қайтып күн көрер деген бар еді ғой. Сол осы еңлік кебекке алынған. Нысан абыз жалпы функциясын білесіздер, ол негізгі кейіпкерлердің бірі. Кебекке сенің басында осындай жағдай болады деп болжап беретін адам ғой, абыз. Келешектің болашағы айтады. Пьесаның идеялық мазмұнына айналған мен. Еңлік ерке, сылқым ару қыз, еңлік монологы. Асығама алып ұшқан үмітім, бар тілектен бір сапарға бет қойдым. Жазғырамысың бұлдыр күн, жазығым бар ма? Бауырыңды өскен балапан, бағын тілеп ұшам деді қияға. Яғни ұзатылам деген сөз ғой енді. Ұшам деген сөз ғой. Атанам туған үйім кешмен дейді. Яғни атанасының қарсы екендігі, руынан қарсы екендігін көрсетіп тұр бұл жерде. Жақсы ма? Дәл осыны үзіндіні беріп қойып, кімдікі деуі мүмкін. Мысалы, оның еңлікті келген жаттап жүру мүмкін емес. Сіз жай ғана логически ойлауыңыз керек. Яғни ол атанасы оған қарсы, туған елі оған қарсы. Бұл ол бір жігітпен қашып бара жатыр деп. Жарай ма? Үнемі олай жаттап жүру ол қиын нәрсе. Кебек батыр ер жігіт, кебек монологы. Өз көңілімді барласаң дүниенің бәрі дос. Енді мынау Айбол мынау ғашық болған жігіттің, ғашығына жеткен жігіттің монологы қарсаңшы. Дүниенің бәрі дос дейді. Анау сөз бар ғой жалпы. Көңіл күйің жақсы кезде ешкімге уәде берме, себебі барлығы саған дос болып көрініп тұрады да. Барлығы жақсы, барлығы керемет, оңай барлығы көңіл күйің жақсы кезде. Өз көңілімде барласам дүниенің бәрі дос, жарқыраған күнде дос, тұнжыраған, тіпті тұнжырап тұрса да түнде маған дос. Бірақ баба, бірде бекем ұстаған анық досым өзі жоқ. Сауық құрам, ән сүйем, саят құрам, сән сүйем, жалын ұрам, жар сүйем. Есен еңлікте дәмелі, арпы-тарпы, аңғаласау, тентек, батыр. Батыр болса, қойшы бала. Кеңгірбай болса, ол би. Үзінділер, қараменде айтады. Арадан жол тап, тыныштық ойла. Артыңдағы етегінен ұстаған еліңнің мойнына артқан қарызын ойла дейді. Еспенбет болса, тобықтының баласы. Матай тобықты болып жүрген күніңде айтыстың, шабыстың, арыздық қысылтау табалмай, түймедейді түйедей қылып, бұл ісің алтылашқа егілі болған. Еспенбетті Дулат Бабатайұлындағы Еспенбет поэмасымен ассоциация қылып жаттап қалуға болады. Жарай ма? Дәрменсіздігімен көзге түскен кейіпкер Нарша. Қай шығармада еді?
қара көз бен сары. Ол да бес. Күндестік кесапаты кім күндес болады бір-бірімен? Бәйбіше. Бәйбіше тоқал. Темел тоқал. Біз салтанатты айтпай кеттік қой, қазір. Әуезовтің қай пьесасынан алынған? Құйрық жоқ, жал жоқ. Абыздың сөзі нысан емдейді. Нысан абызға айтқызады. Еңлік кебек. 1934 жарық көретін екеуі. Үңгі сарын, сосын Айман Шолпан. Пьесалардың кейіпкерлері Жапал, қойшы бала, Көкенай, екеуін өлтіреді солай ма? Жоқ, ойбай. Қараменде және Есен. Көкенай ол не екен ғой? Қалқаман Мамыр екен ғой. Шатастыр. Аудармалары. Еңлік кебек пьесасынан кейін ол пьеса аударуға кіріседі. Шекспирдің Отеллосын, Асауға тұсауын, Гогольдің Ревизорын, Прустың Жойқын князь Мстливасын, Погодиннің Ақсүйектерін, Треневтің Любовь Яроваясының, Кронның Флот офицерін, Офигеновтың Қорқынышын аударған. Одан бөлек Тургеневтің Дворян ұясында аударған. Және көп негізінен сұралатыны, соғысқа дейінгі 5 жылдықта жазған ең жақсы аудармасы ол Шекспирдің Асауға тұсау деген. Манағы Абай пьесасы бар ғой. Абай пьесасы деген сөз Абайдың сахналық бейнесі деген сөз ғой. Сол сахналық бейнесін ол Соболевпен бірлесіп жасайды. Леонид Соболев. Леонид Соболев осы тағы бір жерде келетін еді. Кімге? Қай шығармада? Кімге қатысты? Сұрақты қайталайын ба? Леонид Соболевтің атауы жақында біз өтіп кеткен бір адамды айтылады. Қатысты мәлімет Леонид Соболевке. Жамбылға қатысты. Жамбылға қатысты бұрынғы халық ауыз әдебиетін және классикалық әдебиетін екеуін түйістірген деп айтады Леонид Соболев. Пікір айтады. Ал Абай Мұхтар Әуезовке келгенде ол Абайдың сахналық бейнесін, яғни пьесасын жасауға көмектескен дейді. Және Манасқа байланысты, Манас деген не екенін білесіздер ғой? Қырғыздың Шыңғыс Айтматов айтады ғой. екі асылым бар. Екі асылым деп Манас. Бұл әлемде Гиннестер рекордына кітабына кірген ең ұзақ эпостық жыр болып есептеледі. Сол Манасты екі адам зерттейді қазақта. Бірінші Шоқан Уәлиханов зерттеп, оны орыс өлкесіне таныстырады дейді. Ал орыс өлкесіне таныстырмайды, монографиялық еңбек жазатын кім десе, ол Мұхтар Әуезов. Екі тілде жарияланған мақалалар мен зерттеулерінің жиынтығы болса әр жылдар ойлар. Жария ма? 5 жылдықта жазған ең жақсы аудармасы қайсы еді? Асауға тұсау. Әр жылдар ойлары не еді? Екі тілде жазылды. Мақалалар мен зерттеулер. Зерттеу еңбектер. Флот офицерін кімнен аударды? Естеріңізде қалды ма? Базада бар сұрақ қой, мүмкін білесіздер. Флот офицері бізде Кроннан аударды. Осылайша Әуезов тақырыбы біледі. Нысан, кебек, сыпыра, еңлік қайсысы артық? Еңлік. Еңлік кебек. Шатасқан жоқсыз ба? Жоқ, сыпыра. Кебек және солдағы болған нысан. Ал сыпыра Артық. Бөжей, Сүйіндік, Байдалы, Базаралы. Қайсысы артық? Базаралы. Қайсысы ерекше? Базаралы. Себебі ол күрескер кедей. Дәркембай екеуі дейді. Мыналар үстем тап өкілдері. Солай. Үстем тап. Үшіншісі. Жүстелақ артық. Наршат, Сырым, Қарагөздің кейіпкерлері. Жүстелақ артық. Қасым, Құрмаш, Ғазиза, Мұқаш. Өйткені Әуезовтің кейіпкерлері ғой. Мұқаш артық. Мұқаш деген кімнің? Ғазизаның інісі ғой. Інісі. Құрмаш артық. Неге? Көксерек. Қасым ше? Қасым жетім. Ғазиза артығымыз да. Соның жігітім. Жоқ. Бұл жерде айтқысы келіп тұрған мынау үшеуі қорғансыз кейіпкерлер ғой. Дұрыс қой. Жетім де қорғансыз мүмкін де, ал Құрмаш қорғансыз кейіпкер ретінде берілмейді.